Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, кино және театр актері Болат Абділманов. Ассалаумағалейкум аға. Қош келіпсіз. Енді мынау жаңағы қиялдың ақ тұлпарына мініп алып, арманның теңізіне қойып кететін балалық шағыңызды сағынып жүретін шығарсыз? Әрине, енді балалық шақ деген адамның бір керемет есінен кетпейтін балалық шағыңды еске алғанда бір рахаттанып, бір жан дүниең жасарғанда ерекше бір күй кешетін сәттер ғой. Сондықтан енді балалық шақтармен жиі ойша жүздесіп тұрамын. Сол ауылыңыз жайында айтып берсеңіз. Енді менің ауылым Жер-жанат Жетісу дейміз. Мынау Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қаракөз, Кеңқарын деген ауыл. Өз атына зат сай, ылғи қаракөздер тұрады ол жерде. Басқа ешқандай ұлт жоқ. Кеңқарын деген өз сол. Ол да атына зат сай, кең пішілген. Сондай адамдар тұрады. Баяғыда Исламбек Тәуекел деген ағамыз Жерұйық деген кино түсіріп, Талдықорғанда жаттық. Сонда жаңа менің класстастарым келіп, біреуі ананы алып келеді, біреуі мынаны алып келеді. Енді әйтеуір ауылдың мезіретін, қонақ жайлығын көрсетіп жүр ғой. Сонда жаңа менің бір оның да аты Болат. Біз қойған атымыз Мичман деген класстасым бір күн келді. Оның салмағы 187 килограмм. Мен айтып жатырмын, Болат аға, мынау біздің ауылдың, осында менің 10 жыл оқыған класстасым, аты Мичман, 3-4 мың гектар жері бар. Осылай деп әгін мақтап жатырмын. Сонысыландайға қарап, ойпырмай Болатжан, сонда сендердің ауылдарында бәрі осындай ма дейді. Мен айттым, жоқ аға, біз ішіндегі ең әлжуаз, әлсіз, сондайларымыз десем, біздің алдымыз ана Әбілсейт Айқанов деген ағамыз ауылдан шыққан. Сол оғысыден де мықты, оғысында жылатып қоятын жігіттер болған ауылда. Сондай ауыл десем, ойпырмай, сонда сендер не жейсіңдер дейді. Мен айтам, не жеушек, еттен басқа ештеңе жемейміз. Алма дегенде өмір көрген емеспіз. Бір ауылда бір Жұмаділ деген ағайымыз алма өсіреді. Ол байғұстың алмасы түйнектеп, енден түйнек бергенде ананы жеп қоямыз жаңағы. Сондықтан біздің жейтініміз сол қымыз, ет, бауырсақ деп қалжыңдап айтып жатырмын. Сондай Кеңқарын деген сол атына зат сай, кең пішілген адамдар тұратын. Сондай бір қазақи, есігіне құлып салынбаған, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған. Балалық шағыңыз жайында сұрағанда сізден мен бір қойшының баласы едім деп жауап берген кездеріңіз болған екен. Сол әке шешеміз жайында, отбасы жайында айтып берсеңіз. Енді мен әке шешем қой баққан кісілер, ауылдың қарапайым адамдары. Мен солардың жалғыз баласы өскем. Бірақ енді оның ары түбін тереңіне қазбай-ақ қояйық. Оны енді елдің бәрі біледі. Жалпы асыраған адам, түн ұйқысын 4 бөлген адам, мені сондай бір мәпелеп аялаған адам, сол кісілер. Сол кісілердің жалғыз ұл болып өстім. Әкем қой бақты. Сол көктем кезінде 40-нан кейін жаз басталғанда жайлауға көшеміз. Жайлау деген сол Басқан деген өзен бар. Сол Басқан деген өзен таудан құлап ағады. Сол Басқанның бойымен жүріп отырып, мынау Сарқан дейді, ар жағы мына Екаша Құман ағамыздың ауылы. Оның ар жағы Аманбөктер деген ауыл. Сонымен жайлап көшіп отырып, бір жеті көшіп отырып, сол таудың ең биігіне барамыз. Талды, Ақшынақ, Сұлушоқы деген керемет таулар, Қарымгүр дейді. Ар жағы Қытай. Таудың төбесіне шығып, дүрбі салып қарасаң, ар жағында олар бірдеңкелерін істеп, жаңағы шөптерін тырмалап сөйтіп жүреді. Барған кезде біз аттарды жібереміз, аттар күзге дейін жайылады, жабай болып кетеді жаңағы. Қайтар кезде бірақ қана жаңағы ұстап аламыз, елімізде бір той болған кезде ұстап алып, сол керемет осы жабай болып кеткен, арқырап тұрған аттарға мініп тойға барамыз. Сонда қойды жаяу бағамыз. Оны биік таудың үстіне шығамыз, таудың үсті деген жап-жазық. Мен сонда көрдім, бір көл болды бізде, таудың төбесінде. Балалық кезім ғой, ана көлге бүйтіп қарасаң, көлдің ар жағы үңгір, қазіргі бір фильмдерде, фантастикалық фильмдерде көрсетеді ғой. Сондай көл жаңағы, тап-таза көк-көңбек жаңағы, судың мөлдірлігі, балықтар бүйтіп жүр жаңағы көлде. Содан кейін жаңағы қой жайып отырамыз, түс кезінде жаңағы мен жаңағы тамақ апарып берем. Мен енді қойшының баласы болғанмен енді мен ондай қой баққан жоқпын енді. Солай көмекшілер бағады, әкемнің інілері бағады. Соларға түс кезінде тамақ апарып берем. Содан кейін жаңағы дүрбі салып отырамыз, түске таман жаңағы ешкілер, тау ешкілер келеді жаңағы. Соны санаймыз, 35, 36, 37-де. Келіп жаңағы суды ішіп алып, қарындарын қампитып кетеді жаңағы. Аю болсын жаңағы
бұғым, арал дегендердің бәрі сол осындай көрінетін жерлерде жүреді. Сондай жерлерде қой бақтық. Енді мен сол көбінесе сол таудың арасында, сол әсем табиғатта сөйтіп аралап жүретінмін. Сол кешке қарай қой келеді. Кешкі ненің өзі бір керемет уақыттар. 4-5 класстағы, 10-дағы, 9-дағы бала кездегі бір ойындарыңыз есіңізде ме? Енді ол уақыт енді көрші тұрамыз. Таудың мына ортасы аңғар, биік. Мына жақтың план ағаш дейді, адасып кетсе табатын ағаштар қойып қояды. Биік. Соның ар жағында көршілер отырады. Енді әркім өз көңіл жақынымен көрші болып отырады ғой, қойшылар. Мұны жаққа жаяды, бұл мына таудың беткейіне жаяды. Соң олардың қыздары болады мысалы. Соңғы шешелеріміз қалжыңдап, әкелеріміз, о, құда деп, келін деп жаңа, о жақтағылар күйеу бала деген сияқты. Содан жаңа әке-шешем сол менен бір 2 жас үлкен қызды, жаңа осы бізге келін болады деп жаңа досының несін айтып жүр. Енді мен де жаңа күйеу бала сияқты өзімше жаңа былай оларды көргенде басқаша, денемді дұрыстап, атқа да былай қазықтай болып отырып, жаңа өзімді былай күйеу бала ретінде жаңа олардың алдында енді минустарымды көрсетпей жүрем. Бір күн шешем айтты, балам, ана жерден ана кісінің үйден барып елеуіш алып келші деді. Сол екі үйдің ортасында балшық, саз балшық. Ол жерден ешкім өтпейді. Өтсе бітті кетеді ана батып. Сол айналып келу керек. Сол айналып бір тортөбел атым бар еді. Енді анау жаңа ненің қалыңдығына бару үшін дұрыстап киіну керек қой. Ол уақытта жаңа сымдай шалбар жаңа тырысқан шалбарды киіп алғам. Атымның өмілдірігін құйысқанын салып, әдемілеп жаңағы келе жатырмын жаңа қалыңдығым үйіне. Соң келіп түстім. Шешесімен екеуі отыр екен. Тәте сәлеметсіз бе, ана мынау елеуіш берсін деп айтты деп сөйттім. Жарайды ойнама деп жаңағы елеуішті берді. Мен атқа қарай кетіп бара жатырмын. Екеуі бір қазақ үйден шығып менің артымнан қарап тұр. Енді ғашығын қарап тұрған кезде енді адам өзін көрсету керек қой. Содан жаңа келіп, атқа келіп, зөңгіге аяқты салмай, секіріп мінбейін ба жаңа. 40 мінгенге жаңағы сымдай шалбар бар емес па? Дар ете қалмай ма жаңа? Сол кезде енді ана қыз шиқылдап күліп жатыр. Шықылықтап күледі деп шешесін үйді айналып қуып жүр. Анау шықылықтап қоймайды, өзі бір сондай бір қалжыңбас қыз болатын. Менен 2 жас үлкені оның үстінде. Содан аттың үстіне құлағымның ұшына дейін қызарып кетті жаңағы. Содан атты жаңағы тебініп қалғанда өзі сондай ұшқырат болатын. Сонда жаңағы балшықтың үстімен қалай өтіп кеткенін білмеймін, саздың үстімен. Аттен жүйрік ат. Алдыңғы аяғы бара жатса артқы аяғымен, артқы аяқ батпаса қалды. Ой, өлді, ана өлді, өтпеді. Қара, ұят деген енді өлдіріп Ай қызық. Небір. Енді сіздің өміріңізде бұндай небір оқиғалар көп шығар расында. Бірақ мынау мектепке жаңағы өзі 6 жастан кейін барып балалық шақ біте бастайды ғой, мектепке барасың, мұғалімнің қолына түсесің жаңағы. Сол кездегі мектепке бірінші барған кездеріңіз есіңізде ме? Есімде. Мектепке бардық, енді қазақи ауыл, бір орыс классы болатын болды жаңағы. Қалған бір қазақи ауыл, мектеп. Содан жаңағы бір жаңағы орысша білетіндерді орыс классына жібермекші, қазақша білетіндерді қазақ классына жібермекші ғой. Бәрі қазақша біледі ғой. Содан жаңағы ана жерде бір не тұр екен, содан кейін сұрап жатыр енді әрқайсымыздан. Содан жаңағы бір көк светті көрсетеді маған. Мынаның орысша қалай болады дейді. Көк деп қоямын да жаңа. Жоқ ой, мынауың көк, мынауың күтік деп білмейтін, қойып бала деп қазақшаға жіберді. Содан бастап 10-шы сыныпты бітіргенге дейін, сол мектеп біткенге дейін бір талай ұстаз болады. Соның ішінде бір ерекше есіңізде қалған ұстаздарды бар ма? Айтып өтсеңіз. Мен енді әрине ерекше ұстаз ол бірінші әліппені ұстатқан ұстаз ғой. Ол енді Жақатай Күмісбаева деген апайымыз болды. Өзі де сондай бір керемет адам болды. Сондай өзі бір артық айғайламайтын, сөйлемейтін, мұғалімдер кішкене енді мынау нервісі кішкене артықта болып тұрады. Ол кісі бәрін ақылымен маңдайымыздан сипап, сол кісі сол ең алғаш әліппені ұстатқан Жақатай Күмісбаева деген апайым. Құдайға тәуба, ол кісі әлі тірі, осы Алматыда тұрады. Содан біз 4-ші классқа дейін сол кісінің қолында оқыдық. Керемет енді әкісі. Содан кейін ол кісінің жолдасы Шәкен Күмісбаев деген қазір жазушы, балалар жазушысы. Ол кісі Алматыда оқиды. Ана кісі жаңағы ата-енесінің қолында бізге класс жетекші. Кейін ол кісі оқуын бітірді де, келді де ұстазымызды алды да кетті қалаға.
сол Шәкен ағаны жек көргенде біз бәріміз. Тура Шәкен Күмісбаев десе, тура сұмдық жек көріп, өз біздің ауылдың кісісі ғой енді. Неге біздің ұстазымызды алып кетті деп. Соңғы мектепте кейін ана бір жағдайлар болады ғой. Ол кісіге хат жазамыз. Жақатай апай, ана Байдүйсен бар емес пе? Бұрын жақсы оқушы еді, қазір мектепте оқымайтын болды. Сол кісі шешетіндей бәріміз ана кісіге хат жазамыз. Өзіміздің проблемаларымызды ана қалада жүрген Жақатай апамызға жазамыз. Одан кейін 4-ші класстан бастап Әбіл Кенжебеков деген ағамыз марқұм болып кетті. Сол кісі ұстаз болды. Ол кісі жан-жақты өнерге де, өз жаңағы ауылдық радио тарабы бар, сол жерде диктор болып істейді, спектакльде қоятын сол кісі, спортқа да сол кісі ыңғайлы. Сол 10-ші классқа дейін сол Әбіл Кенжебеков деген 1-ші класстан 4-ші классқа дейін Жақатай Күмісбаева деген апайымыз. Сіздің өміріңіздегі алғашқы оқыған кітаптарыңыз бір сондай есте қалатындай бір? Енді біз енді кітап, мен мына көбінесе батырлар жырын оқыдым. Бізде мына қойшылар қыстың күні қыс каникулға барғанда күтіп отырады олар мен. Бір базда бірнеше адам отырады. Бір жерден тамақ ішеді, ол уақытта бөлек-бөлек деген жоқ. бір күн мына үйден ішеді, бір күн ана үйден ішеді. Содан кейін ол уақытта телевизор жоқ, свет жоқ, май шамды қойып қояды. Болады, отырады, дәу көк кітаптары бар. Батырлар жыры. Жаңағы Рүстем Дастан. Ал кеп бастаймын жаңағы. Дауысты неше түрлі құбылтап жаңағы. Ана өзім еніп кететін болуым керек. Біресе батыр болып жаңағы, біресе жаңағы мыстан кемпір болып, біресе анау болып, біресе мынау болып. Аналардың оқылеген, ақылеген жаңағы ақсақалдардың үндері. Ой бәләй, ой жекінай деп. Біреулер тіпті жылап алады көңілі бастар. Мен одан сайын шабыттанып жаңағы батырлар жырын оқып, ана Рүстем Дастанды енді бір 10 рет оқитын шығармын жаңағы. Содан кейін шешем айтады, болды енді ертең қалған ертеңге қалдырайық, дауысы да қарлықтан демалу керек деп мен шешем енді. Тұра жан жерін бітірші соң кейін деп жаңағы. Сондай батырлар жырын. Ол уақытта біз кітапты, ол 2-ақ күн, 3-ақ күнді. Мен оқымаған кітабым жоқ ол уақытта. Мысалы мынау Островскийдің Құрыш қалай шынықты болсын, жаңағы Өтебай Қанахиннің Зауалы, Махаббат қызық мол жылдар, Абай жолы, Көшпенділер, мына әлгі француздардың ол уақытта мына қазақшаға аударылған кітаптар өте көп болады. Және қойшыларға арнайы апарып береді. Сонда жаңағы шешем мен каникулға келе жатқан кезде жаңағы қаймақтың бәрін жинап жаңағы бір тегене қаймақ жинайды жаңағы. Содан кейін открыткалар жинайды, и кітап жинайды. Открыткалар жинайды мен бізде де. Открыткалар соның мен шешемге келгенде жинап қойды, соның кітаптар жинап қойды. Ал жатып келіп кітап оқисың. Ол уақыт енді кейде ойлаймын енді көп қиындық көрген, қиындық емес қой енді ол бірақ енді қарағанда 16 жыл мысалы мен осы қалада үйсіз жүрдім да. Тұрмаған есігім, тұрмаған подвалым, жертөлем жоқ. Бірақ соның бәрінде бір рет мен өнерге келген өкінген емеспін. Соның бәрі осы кітапты көп оқығаннан, рухани байлықтан ба деп ойлаймын. Мен жатақханада тұрғанда 2 этажды үйім бар сияқты жүретінмін жаңағы. Соны жаңағы кейде ана үйі бар, менен бұрын үй алып кеткен ана Омар Бақыш деген досым бар. 3 бөлмелі үйі бар, ол маған айтады. Қалғалай десем, қабақ түсіп кеткен. Ой, светті төлеу керек, ананы төлеу керек. Мен айттым, онда сен үйіңді маған айырбаста. Менікі орталықта, сен бір Алматыда тұрасың. Солнечная сторона. Свет ненің бәрін өкімет төлейді. Бір бөлмелі жатақхана ғой енді. Сенің бөлмеңе мен ақ барайын жаңа. Сонда мен аналар сыртын ешкім ойламайды менің үйсіз жүргенін. Бәрі ойлайды, 2 этажды үйі бар. Өйткені мен солай жаңағы өзім солай қоям, жаңағы киісімде, жаңағы өзім поступкаларымда жаңағы бір деңгейге анау мынау деген әңгімені айтпай, былай әжем айтатын, еш уақытта өзіңнің әлсіздігіңді біреуге бір жағдайыңды айтпа. Әр уақыттағы Европада да бар ғой, как дела десе, окей дейді ғой мысалы. Енді өзің туысың айтсаң болады. Ол сен басқа біреуге сен қызығанша, ол ертең күлуі мүмкін. Әжем айтатын, әр уақытта көкірегіңді көтеріп, Алла тағаланың сондай жаңағы болған нәрсенің бәрін төмендеме деген сияқты әңгімелерді көп естідік қой енді. Сол кітап оқығандық бар. Сондықтан сол кітаптарды көп оқып, батырлар жырын оқып, поэзияны көп оқып сөйтіп өстік. Әжеңіздің, жаңа әжеңіз көп айтады екенсіз. Расында да әжеңіздің тәрбиесі өміріңізде көп болған екен. Біздің де, менің де сол әжемді ұрысу, айғайлау деген жоқ еді ғой. Расында да, бірақ енді мұнау әртістің өмірінде, актер азаматтардың өмірінде көбінен естіп жүрмін. Бал шақ кезінде бір қиналып қалатын кездері болады ғой, өзімен өзі ғана қалып қалатын кездері болады. Мысалы үшін, жаңа сондай сіз енді керемет табиғаттың аясында 3 ай бойы сол жақта жүрген кезде өзіңіздің бір жақсы көретін шатқал немесе көлдің жағасы, өзіңіз ғана отыратын жерлер болды ма? Бір сағынып барып отыратын, қазіргі кезде барған кезде соны көргіңіз келетін жерлер. Енді ол сол ана Аманбектерден асқаннан кейін бір енді тылсым дүниеге кіресің. Жаңа тау өзенінен көпір салынған, былай өтесің,
соны жағалап келе жатсың, ол тік құз, ана басыңа қарасаң бас киімің түседі, төмен жағы тағы құз. Соны біраз жүргеннен кейін ол көпір қайтадан жолдың мына жағына өтеді. Сөйтіп 4-5 рет бүйтіп таудың басына шығасың. Сол кезде бір есімде қалғаны, мына түйе биікке шыққан кезде бізден түйеге салады жүктің бәрін. Сонда ана түйеге артады, сонда жаңағы сол жерден көтеріп бара жатқан кезде бәрі табанда отыр екен, көтере алмай. Жауын жауды, түйенің аяғы таяды деп. Менің әкем кішкене былай нелеу кісі болатын. Ой, кеттік деді. Бәрі ана жерге қой жаятын жер жоқ, бәрі бір кішкентай жерде тығылып қалған, ары қарай көтере алмай биікке қарай. Ол жер батпақ. Содан кейін әкем айтқаннан кейін не? Шешем түйені жетектеп, малды айдаттық та кеттік. Қой деген кетіп қалды, сиырмай. Шешем, әкем үшеуміз жаңа түйені бір уақытта түйе жаңадан таймасы бар ма? Тайып жаңа биік құздан шады ғой байқұс. Домалады бұлай. Домалап келіп, бір дәу қарағайдың түбіне келіп тірелді де қалды. Ар жағы тік құз, жаңағы басқан өзені. Содан бір уақытта түйе тырбаңдап жатыр, асылып та қалды. Үстінде жүк. Әкем барды да жаңа пышақпен жаңағы тартылған арқанды кесіп келіп жүргенде жаңа жүктің бәрі жаңағы суға қарай кетіп жатыр. Бір уақытта бір темір пеш болатын. Темір пеш жаңағы судың бүйтіп ағып бара жатыр. Сонда мына Әділғали деген кісі болды. Керемет шалмаш кісі болатын. Керемет қамшы өретін. Сондай бір ерекше. Мынау Жанат Дүзбаевтың жаңағы әкесі Құрманғали, сол Құрманғалидың туған ағасы Әділғали деген кісі болды. Керемет шалмаш, қойшы адам болады. Сол кеп жаңағы бүйтіп бара жатқан пешке, мен әлі күнге есімде қалады. Жаңағы нені лақтырды ғой жаңағы, шалманы. Сонда екінші рет лақтырғанда атпен шопыр өзі қасында. Анау кетіп барады, анау өзенің қатты ағады ғой төмен қарай. Темір пеш керек нәрсе ғой. Бірде көрінбейді. Бір уақытта бір екінші рет лақтырғанда тура ана пештің несіне бүйтіп мұржа қоятын несіне ілініп, жаңағы темір пешті судан суырып алды жаңағы. Енді ол кино ғой, кинода ондай американ киноларында көруге болады. Сол жерде мен мысалы анда-санда бір барам достарыммен. Сол жерде отырып бір шешемнің сол кездегі жаңағы неткен менің қорыққаным, әкем маған бір әлгі Ботагөз фильмінде дұрысына қойбай ойнайды, әлгі батыр Амантайды. Сол сияқты болып көрінеді өзі маған. Енді әркімге әкесі бір асқар тау ғой. Сонда әкем сондай бір батырлықпен барып жаңағы ештеңе қарамай арқанды кесіп жіберіп жаңағы. Ол уақытта дүние деген не деген ондайға қарамайды ғой. Ана түйені аман алып қалу керек те, ол анау көрпе жастық, не ол ыдыс аяқ, оны кетсе ол немес. Сондай бір сәт сол қарағай әлі бар осы уақытқа дейін. Әлі құлайтын сияқты болып тұр. Маңайының бәрі нетіп кетіп қалған, бірақ қарағай тамыр ары кеткен бе? Ана төмен жағы көрініп тұрады былай. Дәу қарағай, әлі бар сол қарағай. Содан кейін тағы бір жер, жаңа бір тұма болатын. Біз бір жерден көтеріліп, екінші таудың бір жеріне келгенге дейін су болмайды. Тек су дегенде бар тұма. Сонда жаңағы мынандай күнгей жер бүлдірген деген жаңағы өскенде қып-қызыл. Атпен келе жатсаң, аттың тұяғы қып-қызыл болады. Ол ата қазіргідей мынандай баданадай бүлдірген емес, кішкентай бүлдірген. Енді аузыңа салсаң, ондай тәтті бүлдірген. Содан әкем келеді де жаңағы аттан түсірмейді мені, жаңағы тұмаға келеміз жаңағы, шөлдеп келеміз әк жерге. Бір уақытта қолымды шай жібереді де, енді қолы қамшы ұстап жүрген, тізгін ұстап жүрген, енді қазақи қолдар ғой жаңағы нетілген, мазоль жаңағы қолдармен жаңағы суды бүйтіп келіп жаңа маған су береді жаңағы тұманың су. Жаңа әкеңнің қолынан жаңағы ішкен су, енді өзің шөлдеп тұрғансың, ана тұманың су тіпті керемет тәтті. Әгін ішесің жаңағы. Сол тер деген суықтығынан тер прямо шекеңнен бұрқ ете қалады. Сол жерде жаңағы барып әкемді сол тұмаға барып, әлі бар ол тұма, соны барып әкемді еске алып, көзіңе жас келіп, сондай жерлер бар. Керемет. Расында да сондай керемет балалық шақ болған екен. Уақыт тауып келгеніңізге үлкен рахмет. Сіздің балалық шағыңызды естіп отырған, қазіргі үйден шықпай телефонды шұқылап отқан талай бала. Шіркін-ай, мен неғып ауылда өсіп едім екен деп армандайтын шығар, қарап отырсаң. Құрметті көрермен қауым, бізбен бірге балалық шаққа саяхат жасаған Қазақстанға еңбегін сіңірген мәдениет қайраткер, құрмет орденінің иегері, театр және кино әртісі Болат Әбділманов. Сізге үлкен рахмет. Жақсылықта жүздесейік ағайын. Қош сау болыңыздар.